sırada alıstan attam yerime ayağım yine sağındım seni tuğan yer şaytanlan gülüm alıstan ansam gelime aynaldım elim ayağım yine sağındım seni tuğan yer sağındım seni tuğan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Алталаштың атын шығарған қазақ елі. Елдік пен бірліктің туын көтеріп, туған жерін құрметтей келген қасиетті өлкенің перзенттері. Армысыздар ізгіліктің шырағындай, таудың сыңғыр бұлағындай, сүрінбес тұлпардай, көкке самғаса қанаты талпас сұңқардай, ардақты әлемет, құрметті қонақтар. Тәтті суың дәмі аузымнан еш кетпес, қалың нуың қыр суына жер жетпес, кең далаңда ойын ойнап қалсамшы, жазу болып адамзатқа ер жетпес. Балақ тұрып, қозы қуып жарысып, бақпағыңда тең құрбыңмен алысып, түнді ақсүйек алты бақан ал күндіз, үйретем деп асаутайға жабысып. Бұл жараққа аяқ басып туған жер, кіндік кесіп кірім сенде жуған жер, жастық алтын қайтып келмес күнімде, ойын ойнап шыбын шеркей қуған жер. Жаратылдым топырағыңнан сен түбім, жалғаны жоқ бәрі сеннен жан тәнім, сеннен басқа жерде маған қараңғы, жарық болар шолпан айым сен күнім. Ұлттық нақыш ұйқысын келбетіне, өркен жақсын жақсылық жер бетіне, елге сыйлы елімнің ағалары, иесіздер жол ашу құрметіне, деп құттықтау сөз кезегін Тарбағатай ауданының әкімі Жөргекбаев Дархан Шомпайұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті жерлестер, қадірменді қонақтар. Ауыл қазақтың қара шаңырағы, түп тамыры, береке мен бірліктің нышанына баланатын елді мекендегі еңселі істер ескеріліп, туған жерге тағзым ету үшін төл перзенттердің осылайша бас қосып, көрікті көрініс деп бағалаймын. Қазақ қаймағы бұзылмаған Қарасу ауылы 9 жолдың торабында дағы ауданымыздың айнасы іспетті ауыл. Ауданымызға келген әрбір қонақтар назары ең алдымен осы Қарасу ауылына түсетінін ескерсек, ауыл тұрғындарының қонақжайлығы, көшенің көркі мен тұрғындардың береке бірлігінің көрінісі, аудан намысының сақшысы десек қателеспейміз. Ауылына қарап азаматын таны дегендей, сыншының сырт көзі Қарасу ауылына қарап ауданымызға баға береді. Қайта түлеген Тарбағатайымыздың алтын қақпасы саналатын Қарасу ауылында бүгін дүбірлі той. Жастарымыз жиналып, ағаларының ақылын тыңдап, екінші мәрте ауыл күнін өткізіп отыр. Бұл іс-шара ауылдың бірлігі мен берекесінің бейнесі. Қарасу ауылы қашанда ынтымақты ту етіп, берекелі бастамалардың басы қасын
қасынан табылатын киелі мекен. Осы ауылда демеушілік есебінен жаңа пеш бой көтерді. Ауылдастардың қаражаты есебінен зират қоршалды. Мектеп түлектерді ауылда абаттандыруға үлес қосып жатыр. Сонда игі жұмыстың бірі бүгін ашылу салтанаты өтетін заманауи Қарасу ауылы жазуы. Мешіт салған меценат жерлесіміз Қарасу ауылының ақсақалдары Тәнен Мырза деп аты кеткен Тәңірберген Тоқтар биыл 300 миллион теңгеге өз қаржы есебінен бала бақша салмақ. Сонымен қатар Қазақстан халқына қорына 6 миллион теңгеге мектепке 2 робототехника сыныбы алынды. Тарбағатай ауданының кешенді дамыту жоспарына сәйкес 2023 жылы Қарасу ауылының округіне 426 миллион теңге қарастырылған. Бұл жай ғана цифрлар емес, бұл ауылымыздың көркеюіне, халықтың хал-ахуалын арттыруға бағытталған қаражат. Бюджеттен бөлінген қаражатқа қарап отырмай, өзіндік үлес қосып, ауылдың дамуына ат салысып жатқан жерлестерімізге, өздеріңізге алғысым зор. Екінші рет өткізіліп отырған ауыл күні мерекесі өміршең болып, алыс жақындағы жерлестеріміз басын біріктіретін берекелі мерекелі дәстүрге айналсын. Ауылды ұмытпау, әр ауылдың түтіні түзіп шығу жолында бірігу әрқайсымыздың перзенттік парызымыз деп білейік. Мереке құтты болсын. Рахмет. Ауылым, маған қымбат нөсерлеткен жаңбырың, жүрегіме әсерлеткен ақжелің, мәңгілікке сенсің енді ән жырым. Сенде өтті ең қызықты әр күнім, сайрады сенде бау-бақта бал бұлым, жайылмасын менің ата мекенім, мен сені мәңгілік мақтан етемін. Келесі құттықтау сөз құрметті қонағымыз аудандық мәслихат хатшысы Өмірхан Айкенұлына беріледі. Қадірменді Қарасу ауылының тұрғындары, бүгінгі сіздерді ауыл мерекесі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Енді құрметті ағайындар және аудан әкімі Дархан Чомпайұлы айтып өтті. Қарасу ауылы әлеуеті өте жоғарғы ауылдардың санатына кіреді. Биылғы 2023 жылғы мемлекеттік қолдау арқылы сіздерге 400 миллионнан астам қаржы бөлініп отыр. Ол дегеніміз сіздерге бұрыннан бері, кеңес үкіметінен бері салынбаған алғаш рет 3 көп балалы аналарға тұрғын үй салынғалы жатыр. Келешекте көп балалы аналар көбейіп жатса, осындай үрдіс ары қарай жалғасын табатын болады. Сонымен қатар сіздердің ауылдардың округтеріңізге қарасты Ақмектеп, Шолақорда, басқа да ауылдарға осындай келешекте қаржы қарастырылатын болады. Сонымен қатар құрметті ағайындар, сіздердің ауылдарыңызда инфрақұрылымда келешекте жақсарылатын болады. Ол дегеніміз ауыз сулар, ол дегеніміз және айтып өтті, мынау бұйыртса сіздерде үлкен және балабақша салынғалы жатыр. Осының барлығы халықтың игілігіне жарасын деп тілек білдіргім келеді. Ал енді құрметті ағайындар, осы мерекеміз жылдан жылға жалғасып, аманшылықта, жақсылықта кездесе берейік. Шықшы тауға, қарашы кең далаңа, мәз боласың, ұқты жүгірсең, шаршайсың ба, құмарың бір қанама. Уадариға алтын бесік туған жер,
Қадырыңды келсем білмей кеше көр, жаталмасем топырағыңда тебіренбей, ақын болмай тасың болсам мен егер. Неткен байтақ, неткен ұлы жер едің, нендей күйге жүрегімді бөледің. Құрметті халайық, Аллаға мыңда бір шүкір дейік. Тәуелсіздігіміз бен егемендігіміздің арқасында ерлігіміз бен егемендігімізді өреміз бен өрлігімізді өнеге тұтар жоралы жұрт болдық. Келесі құттықтау сөз кезегі облыстық мәслихат депутаты Нұрпейісов Болат Жұмабекұлына беріледі. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, құрметті ауылдастар, құрметті Қарсуалының азаматтары, азаматшылар, апалар, ағаларымыз. Енді осыдан бір жыл бұрын футбол алаңын ашқан кезде жаңағы Асқар Талғатұлының атына осы футбол алаңын ашқан кезде мен келіп, бәрдеріңізді құттықтап, біздің Тарбағатай ауданымыз келіп жатыр екен, алла бұйырса. Міне тойды сіздер бастап жатырсыз деп айтқам. Міне бір жыл өтті, бір жылға тақау өтті уақыт. Міне Тарбағатай ауданымыз келіп 25 жылдан кейін қазір өзіміз аудан Тарбағатай ауданы болдық. Мына той бүгінгі бір жылдан қайтадан келіп жатырмын. Құтты болсын бәрдеріңізге. Енді бір жылдың ішінде қаншама жұмыстар жасалып жатыр. Үкіметімізде қаншама қаражат бөлініп жатыр. Жаңа өтті, бәрі айтып өтті. Бәрдеріңізге денсаулық, жақсылық, бала-шағамыз аман, аспан ашық, заман тыныш болсын. Осында тойларымыз көп болсын. Той осында бәрі ауылдағы жұғысты болсын. Той қаласа емес, құрметті ағайын. Ең бірінші бала-шағам болсын, аспанымыз ашық болсын. Осындай жақсылықта, қуанышта, Қарасу ауылында жылдарда келе берейік. Тойлар осындай бола берсін. Алла тағала нәсіп етсін бәрі жақсылыққа. Рахмет сіздерге. Сенде тудым, сенде өстім, сенде өлсем, арманым жоқ бұл дүниеде дер едім. Мен дөзіңдей байтақ едім, кең едім, қызығыңды көріп еркін келемін. Туған жер, ауылым алтын бесігім. Оның адам өміріне алатын орны ерекше, киелі ұғым. Туған жердің әрбір тасы мен тауы, Сарыарқаның өзендері, жазира даласы аса қымбат. Ауыл қазақтың алтын бесігі, күре тамыры. Сөз өнерін ойшықтап, жырдан кесте төккен ақын жазушыларымыздың да көкірегі әнге толған әнші, сазгерлеріміз, ата аңызға айналған даналарымыз да қарапайым ауылдың қара шаңырағынан шыққан. Ауыл халқымыздың бойынан әр құятын алтын бесігі, ұлттық рухтың қуат алар қайнар көзі. Туған жерім алтын бесігім, тербеттің мені төсіңде, жүреді сенің есімің, мәңгі бақи есімде деп ақындарымыз жырлағандай, 2022 жыл 26 мамыр қасиетті Қарасу ауылының тұрғындары және ауыл жастарының қолдауымен ауыл күні болып белгіленіп, жыл сайын тойлау дәстүрге айналды. Құрметті қонақтар, ауылым алтын бесігім атты ауыл күніне қош келдіңіздер. Ауыл жайлы жазалмай көптеп өлең, білмеймін неге екенін көп бөгелем. Сол ауылдың суын ішіп, шаңын жұтып, көкірегін көкпен бір көктегенем. Ауылым алтын тұғыр, бақ тұғырым, өзіңнен жадау жаным тапты бағын, төсіңде өсіп өніп бағымдасып, бой түзеп өзгелердей сап құрадым. Ауылым ашық болсын мәңгі аспаның, аспаныңда қалқысын ән дастаным, ән Қарасуым, орындайтын Шөкенов Нұржан. Ассалаумағалейкум. Сәбилікке өмірім жеткен сенде, балалық шақ шуағын төккен сенде, қанаттарым қатайып еркеледім, жігіттік бал дәуренім өткен сенде. Қарасу туған жері
тірлігім сенің арқаң. Саяңда еш алаңсыз сайран салдым. Туған жер бұл тірлігім сенің арқаң. Есімім сен, жалғыз бассам жазадың кешірім сен. Ән жырымды арнадым қарыздармын. Қайда жүрсем тек алтын бесігім сен. Қара су туған жерім, жерім дархан. Қара су туған елім, елім дархан. Саяңда еш алаңсыз сайран салдым. Туған жер бұл тірлігім сенің арқаң. Саяңда еш алаңсыз сайран салдым. Туған жер бұл тірлігім сенің арқаң. Көп рахмет, берекет болсын. Ақ бесігім, сенде ұрпағың өмірдің аш тесігін. Қай қиырда жүрсең де өзіңменен, арта түсер әрдайым бақ несібем. Ән Тарбағатай таулары орындайтын Шөкенов Нұржан, Абдырахманов Ринат, Заурбекова Шұғыла. Қандай қызметте жүрсе де ата мекенін, алтын бесігін бір сәтте естен шығармай, оған мәңгілік қарыздармын деп есептейтіні белгілі. Себебі адам бойындағы барлық жақсы қасиеттер ата-анадан кейін туған жердің топырағынан дариды. Мұндайда өскен өлкенің ажарлануына жұмыла қолдау көрсеткен Қарасу ауыл жастарының ісін көпке үлгі етеміз. Туған елім көркейсін деп, әр жылғы түлектердің көмегімен ауылымыз жыл сайын ажарланып көркейе түсуде. Оның бір дәлелі 1995 жылы туған, 2013 жылғы бітірген түлектердің тартуы ауылымыздың кіреберісіне орнатқан "Мен сені жақсы көрем, Қарасуым" тақтасының ашылуы, ауыл күнімен тұспа-тұс келуі қуанарлық мереке. Туған еліне, жеріне қамқорлық жасай білетін туған жерінің перзенттеріне алғысымыз шексіз. Мұндай істер әрі қарай жалғасын таба бермек. Әділ бидің алдынан іс кетпейді, жәбірлікті бекерге істетпейді. Ердің құнын екі ауыз сөзбен шешіп, абыройын кісінің еш төкпейді деп, артынан алтын қымбат ұлағат сөз қалдырған Байжігіт ата ұрпақтары замана көшінен қалмай шаруасын дөңгелетіп, саналы ұрпақ өрбіткен ардақты ел болып отыр. Келесі құттықтау сөз кезегі аудандық билер бірлесінің төрағасы, спорт мектебінің директоры Қалимажанов Төлеген ағамызға беріледі. Ассаламалейкум, қымбатты Қарасу ауылының тұрғындары. Той қыласын. Міне осымен екінші рет ауыл күні мерекесі тойланып жатыр. Қай халық болсын еріккеннен той жасамайды. Сол ауылдың ұйытқысын ұйытып, берекесін келтіру үшін алыс жақыннан келетін қонақтарға өзінің ауылының әлеуетін көрсету үшін, мәдениетін көрсету үшін жасайды. Енді
жаңа айтылып жатыр, расында да Қарасу ауылы тек қана осы тоймен ғана емес, басқа да қаншама ізгілікті істерімен, көпшілікке танымал көп істерімен осы Қарасу ауылының азаматтарының айбыны биік. Енді әр ауылдың өзінің бір сол ауылдың абыройын асқақтататын азаматтары болады. Енді бұл ауылда да қай жағынан болсын, кәсіп жағынан болса да, өнер жағынан болса да, спорт жағынан болса да, осы ауылдың маңдайын жарқыратып тұрған азаматтар жоқ емес, бар, Құдайға шүкір. Олар қазіргі көкпаршылар, міне футболшылар. Енді ұзын сөздің қысқасы, марқұм Чөкенов Серік ағамыздан бастап осы ауылдың барлық игі жақсылары осы ауылдың айбынын асқақтатып жүр. Айбындарыңыз асқақтай берсін, қымбатты қарасулықтар. Келесі құттықтау сөз осы ауылымыздың тумасы, ауылымыздың жанашыры, аудандық вет инспекция басшысы Қажкенов Бақытжан ағамызға беріледі. Құрметті ауыл тұрғындары, құрметті Дархан Шомпайұлы аудан басшылары, мына жаңадан сайланған депутаттарымыз келіп жатыр екен. Депутаттарымыз ауылымыз үшін келіп жатқан, алыстан жақыннан келіп жатқан қонақтар, барлықтарыңызды бүгінгі ауыл күнімен шын жүректен ауыл әкімшілігінің атынан, халқымыздың атынан құттықтауға рұқсат етіңіздер. Енді микрофон өшіп қалмаса, сүрініп құламасақ, ауыл туралы кино көреміз ғой енді. Ауылдың қызығы болмайды ғой онсыз. Соттан ол ауылдың қызығы осысымен қызық ауыл. Соттан ауылым деп жырламайтын ақын болмаған, ауылым деп жырламайтын халық болмаған, ауыл деп жаңағы сағынбайтын қазақ жоқ. Қалада жүрсін, далада жүрсін, ауылым үшін деп бір тиыны болсын сол жіберетін ауылым қалай екен деп телевизорға да үңілетін, газетке де қарайтын, сол біздің қазақ халқымыз міне. Сол алыссын, қазағымыз аман болсын, ауылымыз аман болсын. Айтады ғой, ауыл түбі бірлік дейді. Ауыл қауымы тірлік дейді. Осы қауымдастық тірліктің арқасында міне осындай күн өтіп жатыр. Жаңа айтып жатсыздар, Қарасу Дархан Шомпайұлы мына 9 жолдың торабында кіре берісте, осы кіре берістеген еске сақтаған біздің текті ағаларымыздың, әкелеріміздің арқасында осы тектінің ұрпағы міне осы дәстүрді жалғастырып, осы ауылымыз сәнді болса екен, әнді болса екен деп қолымен жалғасып, жұмыла көтеріп жатқан жаңағы осы азаматтар, ұрпақтары. Соттан міне енді біздің ауылда кезінде мықты ауыл болған, үлкен ауыл болған, таза су сол кезде болған, біз мақтанамыз. Біздің кезімізде мына үлкен ақсақалдарымыз кеп жиналыс ашқанда айтатын. Осы Қарасу ауылының жастарының, қыздарының өзі мәдениетті киінетін, ұлдарының өзі мәдениетті жүретін деп біздің жаңа сход жиналысында көптеген мақтаулар болған. Оны біз өзіміз көргенбіз. Осы жаңағы клубта міне Орал ағалар отыр, Нүкеш апайлар отыр, міне Перизат, Париз апай, Сарқыт апайлар. Міне сіздерге мыңда бір рахмет. Осылардың түп нұсқасын құрып, сіздер қалғастыр міне. Осы біздің ауылымызды жалғастырып кеткен. Міне осы ұрпақтар былтырғы жылдан бастап міне біз енді ауыл туралы көреміз, ауыл туралы кино көреміз. Ауылымыз туралы жүрегіміз ауырады. Тәуелсіз жылдардың басынан бастап жаңағы ауыл құлдырай бастады, оны білесіздер. Ауыл күйремес екен. Ауылда қалып жатқан адамдар бар. Ауылда тұрып жатқан адамдардың өзін мен қазір осы ауылдағыларды ерлік деп санаймын. Адамнан, ауылдан адам көшсе де, адамнан ауыл көшпейді дейді. Керемет сөз ғой енді, былай қарасаңыз. Соттан жаңағы мына біздің ауылдың бір жерінде бір жақсы орнатылса, бір жақсы жұмыс істелінсе, жарыса оны мақтаймыз, жарыса жаңағы қуанамыз барлығымыз. Сол сияқты біздің ауылымызда енді қираған дүниелер айтадан жаңағы жаңғырып жатқан дүниелер де бар. Жаңағы Дархан Шомпайұлы айтқандай міне жаңағы мешітіміз салынды. Ол да біздің ауылымыздың бір бағы шығар. Керемет көрініс. Соттан жаңағы міне биылғы салынатын 4 үй, биылғы салынатын детсад. Осылардың барлығы біздің ауылдың жаңағы береке бірлігі, ауылдың болашағы деп ойлаймын. Енді ол ауылда қарап азаматын таны дейді ғой енді.
ауылдың болашағы жастар. Адам біраз күйзеліп жүрген кезде осы былтырғы жылдан бері біздің ауылдан жан-жаққа түлеп ұшқан жастарға мен көңілім толып, керемет мына ауыл әкімі Шалқар Оралбек ұлы екеуміз керемет риза болып жүрміз. Себебі былтырғы жылы біз енді кішкентай күмәнмен қарағанымыз жоқ. Жастар мына WhatsApp желісі арқылы жаңағы зират қоршауды бастады. Онан кейін жаңағы футбол алаңын ашуды бастады. Қайтыс болған жаңағы жолдастардың алдына қатым түсіруге бастады. Былтырғы жылы міне 26 күні деп белгілейміз. Бір күніне былтырғы баннер мынау енді жасалған. 150 мың теңгеге жасалған баннер. Міне биыл 25-і. Бір-екі күннің ешқандай айырмашылығы жоқ былайша айтқанда. Осы жастарға мен керемет ризамын. Былтырғы жылы жиналған жаңағы қаражат 5 миллионның үстінде шыққан. Биылғы жиналған қаражат не? Жаңағы 3 миллионның көлемінде тұр. Жаңағы мына жарыстардың жаңағы жүлдеқорларын осының барлығына. Оның бәрі тектен текке келген жоқ қазір. Осының барлығы біздің жаңағы ауылдың азаматтарын мен айтқым келмей кетпей тұр. Өйткені осы ауылдың азаматтарын мен білетін аттарын айтсам, жаңа Жұмағалиұлы Әсет бауырымызға, Мерхат бауырымызға, Еламан бауырымызға, Уман бауырымызға, Азамат, енді аттарын көмдей бәрі книжкамен айтады, енді оны айтып жатқан. Осы азаматтардың барлығына шын жүрегіммен мен алғыс айтқым келеді. Осы болашақ сендердікі, сендерге қарап, жаңағы WhatsApp желісі арқылы мен соның ішіндемін. Жаңағы бір ауыз сөздеріме біріңді-бірің поддержка беріп, әрбір түлектерден 70 мыңнан, 300 мыңнан, 200 мыңнан қойын қойдай, сиырын сиырдай, жылқысын жылқыстай бір ауыз сөзге келмей ауылым ішінде алыс жақыннан келіп жатқан азаматтарға, жиналып жатқан халқыма, жаңағы осыны ұйымдастырып жатқан бауырларыма көп үлкен аудан әкімшілігінің атынан, халықтың атынан рахмет айтайын. Осылай ауылымыздың береке бірлігі жана берсін. Осылай береке бірлік болса, бізде алмайтын қамал жоқ. Әлде де кеше жастармен осы жерде отырып әңгімелестік, жастармен әңгімелесіп отырса, әлі болашақ үлкен екен ауылға деген. Жоспарлар үлкен екен. Мына мектептің бір қабаты қалатын болса, осыған өзінің ойларын айтып жатыр. Дарқан Шонпайұлы, сіздің құлағыңызға да ауданға келіп, ортамызға келіп жатсыз, үлкен рахмет айтамыз де, халықпен бірге келіп жатқаныңызға. Енді осы жастарымыздың да жаңағы осылай тіршілігіне, осылай ынталарына бір кішкентай болсын сіздің келгеніңіз поддержка деп білеміз енді. Ары қарай да осылардың келешекте құрған жоспарларына көмектеріңізді аямай жатсаңыздар құп болар еді. Ауылға адамдар кетпес еді, ауылға адамдар келер еді деп мен ойлаймын. Жастарымыз көбейер еді деп ойлаймын. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Мына күн белгіленген күн бұл енді өміршең болады деп ойлаймын. Ары қарай жалғасын таба береді деп ойлаймын. Өйткені біздің жастардың ынтасы одан арман қарай жаңағы үлкейіп бара жатыр, ынталанып бара жатыр. Бір-біріне жаңағы бұның бәрі халыққа деген сый, халыққа деген қуаныш деп білемін. Олар атақтар, мансаптар үшін емес, тек халықтың қуанышы осы ауылда тұрып жатқан мақта ержүрек ауылдың халқына берген сыйлар деп білемін, сыйлағандықтар деп білемін. Сондықтан үлкен рахмет айтам. Міне былтыр біз көп вручение жасағанбыз. Оның бәрін қате деп есептеді жастардың өзі. Ол біз вручение үшін, грамот үшін істеп жүргеніміз жоқ. Ондай керек жоқ. Бізге келген қонақтардың келгеннің өзі осы бізге құрмет, бізді бағалаған деп жатыр. Сондықтан үлкен рахмет сіздерге, міне шақырған қонақтарымыз келіп жатыр. Жақсы сөздеріңізді айтып жатырсыздар, жылы сөйлесеңіздер. Үлкен жаңағы қаражат бөлініп жатыр екен, миллиардқа жуық. Бұрын ауданның бюджетінің өзі миллиардқа жуық болатын. Мынандай ақша бізге үшін үлкен сумма. Енді осыны биыл мысалы сол ақшаны игеріп алатын болсақ, мен ойлаймын, келесі жылы одан да екесе ақша бөлінеді, екесе жаңағы біздің ауылымыз көркейеді деп мен ойлаймын. Ауыл күніміз құтты болсын енді. Әлде де жаңағы мына келген қонақтар қазір қатым бар, жаңағы бәйгеміз бар. Онан кейін жаңағы кешке жақын бізде үлкен былтырда өткен болатын жаңағы концертіміз бар, үлкен жаңағы гала концерт деп айтамыз ғой. Гала концертіміз бар. Жаңа өздеріңіздер айтқандай Серік Шөкенов, Есбұрат ағаларымыз ауырып қап тұр. Дүние, бірақ соның ұрпақтары міне жаңағы Апош бауырымыз келіп жатыр міне. Бұлай қарасаңыз, Апош біздің Қазақстанның жұлдызы ғой. Енді айта кетейін деп тұрмын бұлай. Кейде бағаламай жатамыз Апошты. Жаңа шығарған кезде де біз жақсылап шығаруымыз керек болып. Сондықтан міне Апош былтыр гала концертті де жақсы ұйымдастырған.
жастарымыз жаңағы от шашуға келіп тұр. 64 рез, 100 рез атылатын от шашу. Былтыр осы жерде үлкен ақсақалдарымыз билеп, үлкен жақсы ауыл күнін өткізген болатынбыз. Бұл жылдан жылға жалғасын тауа берсін, жылдан жылға әдемі өтсін, жылдан жылға жаңағы көркейе берейік. Үлкендеріміз жаңағы ортамызда жүре берсін, азаймасын. Қарт бар ауыл, қазыналы ауыл дейді. Қарттарымыз осы ауылда көбейе берсін. Сіздердің баталарыңызбен, тілектеріңізбен біз қанаттана берейік. Рахмет енді сіздерге. Енді ауыл күні белгіленгеннен кейін, ол бір жылдық жаңағы отчет сияқты болса да, биылғы жылы біздің ауылымыздың мәртебесін көтерген жаңағы жастарымыз бар, өсіп келе жатқан. Оны дайындап жатқан біздің жаңағы тренеріміз бар, мұғаліміміз бар, Нұрбол деген азамат ортаға шықса деп ойлаймын. Шалқар солай ғой, шалқар шықсын. Сол Нұрболдың арқасында міне біз жаңағы жастарымыз міне үлкен бірінші орын жүлделермен оралды. Соларды мадақтап мына осы жерге шығарсақ деп ойлап тұрмыз. Осы халық көрсін, аудан әкімшілік көрсін, мәслихат көрсін еді. Аудандық және облыстық чемпиондары, республикалық турнирлардың жеңімпаздары, КМС қазақ күресінің спорт шеберіне үміткерлер Жармұхамбетов Ерзат, Қадылбеков Аслан, Дүйсенбеков Ерсайын. Жармұхамбетов кім? Рахмет әке. Кім? Қадылбеков. Дүйсенбек, міне барлық өзіміздің міне әке-шешелері осында, өзімізбен бірге өскен жаңағы жолдастар, апаларымыздың баласы. Біз өте ризамыз, Нұрбол. Міне ауыл әкімі өз бір-екі ауыз сөзін айтайын. Әлде де биік шыңдардан шыға беріңдер, әлде де ауыл деп көрсетіп жатырмыз. Сендер ауданымыздың намысын қорғайтын азаматсыңдар. Биіктен көрейік. Ал енді құрметті қонақтар, құрметті ауыл тұрғындары, барлығыңызды бүгінгі ауыл күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы жақсы іс-шарамыз ары қарай жалғасын таба берсін. Енді бүгінгі мына шығып тұрғанымыз бізде барымен мақтанамыз ғой. Ауылымыздағы республикада, облыста үлкен жүлделі орын алып жүрген балаларымыз бар. Соларды енді сіздердің өздеріңізше марапаттап, дәрежелерін көтеріп қояйық деп тұрмыз. Оның үстіне міне осы қазақ күресінен осы дәрежеге жеткізіп жүрген өзіміздің бапкер Бекбаев Нұрболға сіздердің аттарыңыздан үлкен алғысымды айтамын. Бүгінгі енді бір табыстайтын алғысымыз бар еді, соны табыстап кетуге рұқсат етіңіздер. Енді мынау негізі жаңағы айтып жатырмыз ғой, республикалық дәрежеде орын алып жүрген жаңағы Жармұхамбетов Ерзат деген баламыз бар. Соның грамотасымен, төсбелгісімен, одан кейінгі айта кететін бірінші рет Нұрбол дайындап жүрген балалардың ішінде қазақ күресінен жаңағы Қазақстан Республикасының спорт шебері жаңағы атағын алып отыр Ерзат бауырымыз. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Одан кейін осы жаңағы грамотасы бар, сонда қоса айтып кетейін. Қазақ күресі бойынша 2007-2008 жылдары туған жасөспірімдер арасында Сәтбаев атындағы республикалық турнирінде 50 келі салмақ дәрежесінде 3-ші орын алғаны үшін Жармұхамбетов Ерзат марапатталады. Кандидат мастер спорта. Құтты болсын барлықтарыңызға. Осындай жүлделі орындар осы Қарасу ауылымыздан шыға берсін. Ары қарай өркендеп, үлкен әлі де республикалық әлемдік чемпионаттарда орын алуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Рахмет. Нұрбол бауырымыз, көп рахмет саған. Әлде де біздің ауылымыздың жастарының шығатынын дәлелдеген бірден бір сенсің негізінде. Әлде де еңбегің сіңіре бер, көп рахмет. Сен даямай бердің маған барыңды, мен даямай барым саған беремін. Болдым ғашық туған далам мен саған, алыс жүрсем арманым сен аңсаған. Жақын жүрсем мен төріңде рахаттың, алтын діңгек өзің туған босағам. Ән Тарбағатай таулары орындайтын Қашкенов Бақытжан ағамыз, Шөкенов Нұржан ағамыз, Абдрахманов Ринат, Заурбекова Шұғыла. Мына Тарбағатай тауларын
жаңағы Қарасу ауылы дегенде біздің ауылдікі. Біздің Болат Әшірбаев бәрі осы ауылдың тумасы болғаннан кейін тарбағатайлар оларын бәріміз айтуға міндеттіміз деп ойлаймыз енді. Самал тербеп өткенідей жаңа ғана шуласын самалдарып кеткенідей түйектер ұштасқан көз жеткісіз аумағын алтай мен қол ұстасқан тарбағатай таулары көжиектер ұштасқан көз жеткісіз аумағын алтай мен қол ұстасқан тарбағатай таулары төккен нардай бітімін ар жағынан адырдың көрінеді өтіні азы қолы көжиектер ұштасқан алтай мен қол ұстасқан тарбағатай таулары көкжиектер ұштасқан көз жеткісіз аумағын алтай мен қол ұстасқан тарбағатай таулары. Перизат апай, билеңіздер, Перизат апай. Ортаға шығып, билеңіздер. Бұла жақтан, сыңыздар. Мұрат аға, шапанмен кәне. Билеңіздер. Таулар жатыр, салқындап, қолға тосып арқасын, бүркіт қана саңғылдап, оятады ардасын. Көкжиектер ұштасқан, көз жеткісіз аумағын, алтай мен қол ұстасқан тарбағатай таулары көкжиектер ұштасқан көз жеткісіз аумағын алтай мен қол ұстасқан тарбағатай таулары. Қарасу ауылының шоқтығы тарбағатай тауындай биік болсын, біз соның етегінде жүрейік. Тілің аман, дінің аман, бауырың бүтін, рухтың бұла мекенін мерекелі берекелі болғай. Батыр қазақтың бүгінгі ұрпағы біліктікті арттыратын, тірлікті танытатын, елдікті көрсететін, намысты жанитын іс тындырып жатыр. Иә, оңынан болғай. Олай болса, Ақсақалдар алқасының төрағасы Абдулов Мұрат ағамыздан бата сұраймыз. енді біздің Қарасуымыз береке бірлігі жарасқан, елің қайсы дегенде, жерің қайсы дегенде, міне жаңа алдымыздағы сөйлескен балаларым ғой енді барлығы менің.
айтып кетті 9 жолдың торабындағы қара суым деп. Бұл қара су дегенің Тарбағатай ауданының ең алдыңғы совхозы болған. Бұл күре тамыр енді. Бұл Қарасу совхозынан мына бұрынғы Қарасу совхозының 4-ші фермасы анау қазіргі немде шықты? Тарбағатай. Құйған совхоз бөлініп шықты. Анау Жетарал совхозы бөлініп шықты. Мына жақтан Қабанбай совхозы бөлініп шықты. Міне біздің Қарасуымыздың жаңағы мәртебесі. Ал енді бұл Қарасудан кім шықпады? Сыр жоғарғы советінің депутаты шықты. Әбілғалам бар Күлміс, Шәкені бар Шарипа деген апайларымыз. Міне осындай жағдайлар болған. Қазірде міне ауылымыздың беткүстар азаматы елім деп, жерім деп, мына халқының мына бүгінгі басын қосып, қатын пісіріп, спорттық ойындарды ұйымдастырып жатқан бүгінгі біздің мына махамбеттеріміз, исатайларымыз осылар. Ертең халықтың басына күн туа қалғанда осылардың алға деп шығатынына мен сенем, қазағым деп шығатындарына. Енді барлықтарыңызды бүгінгі мынау өтіп жатқан Қарасу күніменен шын жүректен құттықтаймын. Алла тағала бақ берсін, ұзақ өмір жас берсін, астыларыңа тақ берсін, кетпес дәулет кең пейіл берсін. Елім деген азаматқа ерім деп қарайтын ел берсін. Аспанымыз ашық болсын, еліміздің іргесі тыныш болсын. Не тілеген тілектерімізді Алла тағала қабыл етсін. Алла рахмет. Бұл халықтың береке бірлігі, саналы тіршілігі арқасында қол жеткізген елеуді қуанышты тарихи оқиғалар. Аты да, атағы да күн өткен сайын биіктей түсетін қым қауыт құбылмалы өмір сыңына, ұйтқи соғатын замана желісіне, мезгіл дауылына иілмейтін халық барда ауыл мәңгі жасай бермек. Алын ұрпақ өздеріңіз көрсеткен өнеге тәрбиемен арттарыңыздан ұрпақ бес күні Қазақстанның қай түкпірінде жүрсе де ауылым, елім, жерім деп келіп жаңағы мектеп бітіргенімізге 10 жыл деген бұл сылтау шығар, бірақ ауылға келіп бірдеңке істеп жақсы нәрсені әр жерде жүргенін көріп біліп жүр ғой. Соны ауылымызға келіп істеп жатқан інілерімізге үлкен алғыс. Оны көрсетіп отырған міне болашақта бұл үлкен жаңағы дәстүрге айналатын күніне екіншіден сіздер Қарасу бұл дәстүрге айналса бәрі орын-орнымен келеді. Және ағам дұрыс айтты ғой, берекесі бар жерлерге жаңағы бақыт қонады. Сол бақытымыз артып, еліміз жеріміз көркейіп, аттар ерген мына інілеріміз алдағы сіздер аман болып, осы жақсылықта болайық. Ең бірінші мәселе егемендік оңай жолмен келген жоқ. Сол егемендігіміз мәңгілік болды. Сол қазақи осы салт дәстүріміз, қазақи мынау ұлттық кодымызды сақтап, өскелең ұрпаққа тәрбиелеп, әрқашан бір ұсақ дүниеміз болсын, қуанып, соған қуана білейік. Той-тойға оласын. Рәсімі, аудан әкімі, Дархан Шонпайұлына, Фариза апай, сізге ұста жеңілдеп, одан кейін ардагер ұстаз Оралбек осы уақытта ясастық көрген. Шашу бар деген, шашу бар деген.
العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره